Армысыздар қазақ елі. Балаларымызға, немерелерімізге абай болмасақ, әлеуметтік желілерде тарап жатқан видеоларға байланысты неше түрлі оқиғалар белең алып жатыр. Қызылордада 2 жасар бүлдіршін қайтыс болды. Анасы аяқ асты қызуы көтеріліп лоқсыған қызын жедел жәрдем шақырып дәрігерлерге көрсетеді. Дәрігерлер алғашында рентгенге түсіргенмен нәрестенің денесінде бөгде ешқандай зат байқалмайды. Сөйтіп олар 2 апта бойына өкпе ауруына қарсы ем жасайды. Бірақ кішкентай қыздың жағдайы күннен күнге нашарлап, бір жұтым суды да жұта алмай қалады. Екінші рет рентгенге түсірген кезде оның жұтқыншағында бөгде бір кішкентай заттың тұрғанын байқайды. Сөйтсе, бала түймедей батареяны жұтып қойған екен. Алып ұшып басқа ауруханаға апарғанмен бәрі де кеш еді. Өйткені түймедей батарея қышқыл зат бөліп, бүлдіршіннің жұтқыншағын күйдіріп, теріні тесіп жіберген екен. Кішкентай нәресте көз жұмады. Нәрестенің анасы дәрігерлерді кінәлап отыр. Ал Астанада көпқабатты үйлердің бірінде лифтіда жасөспірім 5 жасар балаға пышақ жарақатын салды. Видео әлеуметтік желіге тарады. Бала ауруханада ауыр халде, оған ота жасалды. Ал 14 жасар жасөспірім көп ұзамай ұсталды. Қолға түскен 14 жасар жасөспірімнің психоневрологиялық диспансерде есепте тұрғаны анықталды. Жасөспірімнің заңды өкілдері полицияға шақырылды. Енді заңнамаға сәйкес қатаң жауапкершілікке тартылады. Ал атыраулық 5 жасар жасменен ата-анасы 2 сағатта айырылып қаламыз деп еш ойламаған. 5 жасар жасмен былтырдан бері созылмалы бүйрек ауруымен ауырып ем қабылдап жүрген екен. Анасының айтуы бойынша ата-анасы келер жылы бүйрек ауыстырамыз деп отырған екен. Үйден білім алып, үйде ойнап жүрген кішкентай 5 жасар жасмен аяқ асты қызуы көтеріліп лоқси бастағаннан ата-анасы дереу жедел жәрдем шақырып дәрігерлерге көрсетеді. Бірақ дәрігерлер жедел жәрдем көрсеткенде қызым аман қалатын еді, дейді анасы. Атырау тұрғыны қызының өліміне дәрігерлерді кінәлап отыр. Ал облыстық балалар ауруханасы дәрігерлері өз қызметтерін уақытылы орындап, барынша көмек көрсеткендерін алға тартады. Полиция басқармасы осы іске байланысты қылмыстық іс тіркеп, тергеу басталды.